Саламатсыздар ма? Қайырлы күн. Бүгін сіздерге бауыр және осы бауыр органының қызметі және бауыр ауруының алдын алу үшін не істеу керек? Ол неден пайда болады? Деген сұрақтарға қысқаша жауап беріп өтетін боламыз. Жалпы адамның ішкі ағзасы 5 үлкен ағзадан тұрады деп қарайды. Ол ежелгі дәстүрлі Қытайдың медицинасында айтылып жазылған. Қытайдың дәстүрлі медицинасында мынау медициналық үлкен классикалық шығарма бар. Сары императордың естеліктері дейтін жаңағы. Хуаң Ди Нейрон дейді, Қытай тілінде айтатын болсақ. Дәл осы кітапта біраз ақпарат берілген. Сонымен бірге біздің 5 ішкі орган, мысалы біздің жүрек, бауыр, өкпе, көкбауыр, бүйрек деген сияқты жаңағы 5 ішкі органның өздерінің қызметтерін ертеде олар бөліп қараған және соған қарай олардың қызметтерін, рөлдарын айқындап дәл тапқан және оны бүгінгі медицина мойындауда. Жалпы бауыр дегеніміз 300 миллиардтан астам белок талшықтарынан тұрады. Негізгісі тор сетка тұрған мындай бауыр, бауырдың жалпы ол былай айтқан кезде бір қанның қоймасы. Ол бауыр болмаса біздің организм еш нәрсемен қоректенбейді. Түсінікті ғой. Енді ары қарай жалғастырып айтайық, қажет адамдар өздері тыңдап қажетін алсын. Жаңа айттық енді 5 түрге бөлінетіндігін, жалпы 5 элементке да. Осының ішінде бауырды ағаш деп есептейді. Өйткені бауырдың жаңағы үздіксіз өсуде қабілеті бар. Яғни бауырдың белгілі бір бөлігі ауруға ұшыраса, оны алып тастауға болады медицинада. Әрі қарай оның бауыр белгілі уақыттан кейін өсіп жетіліп өзінің орнын толықтау қабілетіне ие. Яғни бұл трансплантация дейді, жаңағы көшіруге да келетін. Яғни біреуге, даже бөлуге, беруге деген сияқты. Солай. Енді ары қарай кеттік. Неге ол ағаш деп атады дегенде, ағаш жаңағы ол жасылдықты, әдемілікті, сұлулықты, жастықты еске салады. Міне, мысалы кәдімгі жас ағаш өсіп тұрған. Және ол үздіксіз түп-түзу өседі деп қарайды. Міне, бауырды жаңағы ағашқа ұқсататын себебі осы. Себебі бауыр қанды жасайды, қанды таратады, қанды тазартады, қанды жаңағы сақтайды. Көрдіңіз ба? Сонымен бірге бұл жерде газ деген ұғым бар. Газ дегеніміз жалпы қысым. Қанның жаңағы бүкіл ағзаға біздің басымыздан бақайымызға дейін қанның толық жетуі үшін бауырдың жаңағы күші керек бұл жерде. Кәдімгі қанды жіберіп беретін. Егер ол күшінен айырылатын болса, ол қан тағы жетіспейді. Көрдіңіз ба? Сонымен бірге бауырды жаңағы айтады генерал деп. Генерал дегеніміз мысалы кәдімгі қолбасшы, әскери қолбасшы былай айтқан кезде. Ол стратегиясыз қолбасшы дейді. Ол кез келген уақытта жаңағы қайда не қажет, соны жаңағы жеткізіп отыруға жауапты рөл атқарады. Көрдіңіз ба? Яғни бұл дегеніміз не деген кезде, мынау дәстүрлі Қытай медицинасының жаңағы сөзінде айтылады. Кедейлер жаңағы жауға қарусыз құр қол соғысқа шығады дейді. Ал генералдар олар әскерлерімен шығады деп айтады. Енді мысалы бауыр ауырған кезде бауырдың өзі бірнеше біздің нелерімізге қатысы бар. Адамның бауырында мәселе байқалған кезде қатты ашуланшақтық, бастың жаңағы жиі сақина ұстап ауыратын жағдай, қан аздық, жаңа анемия деп атамыз, сол аурулар, көздің қарауытуы, көздің сарғаюы, әлсіздік, сосын қалтырап жаңағы мұздай болып жаңағы тоңып жүретін адамдар. Көрдіңіздер ма? Осы адамдардың барлық бас айналатын адамдар бұның ішінде құлап қалатын, осының бәрі бауырмен тіке қатысты. Біздің бауырымыз жаңағы сау болғанда ғана біздің қалған жаңа айтып отқан бүйрек болсын, өкпе болсын, көк бауыр болсын, жүрек болсын деген сияқты да,
бұл органдардың сонымен бірге біздің тіпті аш ішек, тоқ ішек, ми, басқа да жаңағы біздің органдарымыздың жақсы жұмыс жасауына пайдасы бар. Сондықтан ол бауыр жаңағы ең басты генерал және ең басты орган болып табылады. Жаңа біз айттық, бауыр қанды жаңағы жасайды, сақтайды және таратады деген нәрсені да көрдіңіз ба? Ол кәдімгі қойма. Мысалы, әскері жоқ мемлекет қандай, әскері бар мемлекет қандай деген сияқты. Түсіндіңіз ба? Міне бауыр жаңағы сіздің жаңағы кәдімгі әскери қорғаныс салаңызға сіздің организмнің жауап береді мысалы. Көрдіңіз ба бұл жерде? Мысалы, екі мемлекет соғысатын болса, кімнің жаңағы қарулы күштері мықты болса, сол жеңеді ғой. Вот. Сол сияқты сырттан келетін кез келген аурулардың алдын алу мәселесінде осы шайқаста сіздің бауырыңыздың қызметі жақсы болу керек. Енді бауыр аурулары біздің жаңағыдай нашар әдеттерімізге де байланысты. Мысалы, біз газдалған сусындар, мана майға қуырылған жаңағы жареный тағамдар, тез дайындалатын фастфудтар, кока-кола, арақ, пива деген сияқты жаңағы. Осы нәрселердің барлығы бізге қатты әсер етеді. Сонымен бірге жаңағы біз қазір мынау адамдар мынау дайын лапшаларды көп жеп жатады. Кәдімгі анау китайский мастеркан жаңағы, каншифу дейді қытайша. Анау жаңағы тағы не бар еді, ана біреу корейский тағы бірдеңе бар ғой. Атын есіме түспей жатыр жаңағы. Мен өзім лапша жемеймін. Шындап келген кезде көрдің ба? Доширак дей ма, бірдеңе дей ма, жаңағы кете береді да. Міне осы нәрселер біздің бауырымызға жаңағы осы жеген зиянды тамақтарымыздың барлығы барып бауырға барып жиналады. Себебі жаңа айттық, бауыр қанды тазартып ол жасап шығарып беруші. Өйткені біздің аузымыздан салған тамақ асқазан арқылы жаңағы бауырға ол қорытылып бауырға барған кезінде не болады? Улы заттар, токсиндер, қалдықтар, шлактар, ауыр металдар оның ішінде даже да. Мысалы жаңағы кислота өте жоғары болады, мына ұзақ сақталатын жаңағы тамақтарда жаңағы айтып жатқан дайын лапшаны кәдімгі кислотаның суынан бүйтіп оны сүзіп өткізіп алады. Оның лапшаның жаңағы анау тестасы ешқашан шірімейтін теста. Мәңгілікке. Көрдіңіз ба? Өйткені ол жаңа улы судан қазақша айтқан кезде өткізіп тастағанда біз осыларды жаңағы жеп жүрміз. Көрдіңіз ба? Біреулер арақ ішеді да, ашықтан асқазанын түзеймін деп лапшаны ұрып жатады жаңағы. Біздің осындай нашар әдеттерімізден бауыр аурулары пайда болады. Ал енді бауыр ауыратын болса, бізде не болады? Жаңағы айтып жатқан бүйректе де ауру пайда болады. Жүректе де ауру пайда болады. Өкпеде де ауру пайда болады. Көкбауырда да ауру пайда болады. Сондай да, мысалы бауыр ауруының өзінің белгілері болады. Бауыр негізі бірден ол бүйтіп басқа орган сияқты жаңағы бір ауырмайды. Ол ең шегіне жеткен кезде барып ауырады. Ана біреулер жаңағы мына бауыр қатаю деген сияқты аурудан жаңа айтады ғой. Қан құсып жаңағы өліп қапты деген нәрсе. Өйткені бауыр жаңағы бірден қопарылыс жасайды да, бүкіл қызмет тоқтап ең соңына жеткенде. Бүкіл бауыр іште қалмайды, ол қан болып жаңағы жерге түсіп қалады. Баяғыда айтатын біреу бір тегіне қан құсыпты деген сияқты нәрселер. Оның бәрі қайдан келеді? Оның бәрі біздің жаңа айтып отқан нашар тұрмыс әдеттерімізден келеді. Өйткені бауырда қан таза болатын болса, бүкіл организм қанмен қоректенеді жаңағы. Түсінікті ғой? Қанмен қоректенеді жаңағы. Осы қан таза болатын болса, демек біздің барлық жаңағы функцияларымыз жақсы болады. Егер бауырда қан таза болмайтын болса, жаңағындай нашар, ұзақ уақыт нашар тұрмыс әдеті, нашар жаңағы ішіп жеу, даже демалыстың өзі дұрыс болмайды, кешке дейін ашулана беретін болса, осының бәрі бауырымызға қысым түсіреді да, ол қайтеді жаңағы таза қан басқа жаққа жібермейді. Ол жаңағы кәдімгі уланған, ластанған қан плазмалары біздің организмдерімізге барып қызмет етеді. Сөйтіп екінші бір жерде ол ауру туындайды. Көрдіңіз ба? Сондықтан біз жаңағы мен айтып отырғанымдай бауырды енді қорғау керек. Қорғау үшін не істеу керек дегенде біз тұрмыс әдетімізді жақсартуға міндеттіміз. Мысалы өз қазақтың салт дәстүрінде де мысалы болған ғой, әр мезгілге қарай жаңағы тамақтану үдерісі болған. Енді мысалы бауырды негізінде тазалау керек көктем мезгілінде. Көбірек бауыр ауруының қозатын кез, ауаның алмасқан кезі, жылыған кезі деген сияқты жаңағы да. Осы кездері жаңағы көктем мезгілінде бауыр аурулары өзі күшейе бастайды. Міне сол уақытта біз оны тазалап, өйткені көктем не? Ол тазаратын мезгіл. Организм болсын түлеп, адамның өзі бір жасқа өсіп, тіршілік жаңағы бәрі жаңарады да.
бүкіл жаратылыс жаңаратын мезгіл. Сол уақытта біз бауырды да жаңартуымыз керек. Көктемге қатып қалған жоқ, басқа уақытта да біз бауырды жаңағы қорғап, сақтап жүруге ол міндеттіміз. Жаңа айттым, егер бауыр сау болмайтын болса, демек біздің басқа органдарымыздың барлық жерінде не пайда болады? Ауру пайда болады. Түсінікті ғой. Міне. Осы нәрселерді біз есімізден шығармауымыз керек. Ал көктемде мысалы біздің қазақ не істеген? Біздің қазақ көктем деген кезде жаңағы мал төлдейді. Соғымның жаңағы соңғы кезін уже жеп үлгереді, жаңағы анау ұзын сары келді деп жаңағы наурыздың ортасынан кейін уже жаңағы сүрсіген еттің соңы да аяқталады, соң көктем басталады жаңағы. Көрдіңіз ба? Даже бұрын біздің қазақ жаңағы көктемде жаңағы қойдың етін ауыр деп оны жемеген. Шындап келіңіз. Дарға туған қозы жаңағы мысалы жаңағы наурыздан кейін жаңағы мысалы сәуірде қозылар туады ғой, міне ол майдың ортасына жаңағы барған кезде жаңағы мамырға от соның басында ортасында ол қозылар жаңағы союға жарайды, жаңағы анау марқа болып кәдімгі бағлан болады жаңағы ол қозы. Міне оған дейін не істейді дегенде, оған дейін қымыз шығады, сүт шығады, шұбат шығады, айран шығады, жаңағы свежий сауылған май, кілегей шығады жаңағы. Көрдіңіз ба? Осы нәрселер біздің қыстайғы бір жылғы жаңағы организмімізде жиылған ауыр қыстайғы жеген соғымның еті деген сияқты да осының бәрін жаңағы тазартуға ол көмектеседі. Көрдіңіз ба? Сонымен бірге мынау жаңағы жоңышқадан жаңағы беде деп қояды бір жерде. Осының жаңағы анау екі құлақ жаңағы болған кезінде, үш құлақ болған кезінде теріп алып, содан анау тұшпара дейміз ғой жаңағы. Оны бір жерде шөшіре деп те айтып жатады. Сол тұшпара түйіп жаңағы жеп атады. Сонан кейін оны тазартуға мысалы анау жуцай деген бар ғой жаңағы қытайша, оның қазақша аты жоқ. Қазір де аталып жүр. Міне содан жаңағы анандай мантығып түйіп жаңағы сөйтіп. Сонымен бірге жаңағы мысалы көктемде жаңағы өзінің бір жемістер шығады жаңағы бізде де. Осы нәрселерді жиі жаңағы тұтыну керек. Жеңіл желпі тамақтарды көбірек жеу керек. Суды көп ішу керек, таза суды да. Газдалған су, жаңа кока-кола, арақ деген сияқты нәрселер, пива мысалы да. Бұның барлығы біздің қайтеді бауырдың қызметін ауырластырады. Яғни ол даже майлы тамақтарды үнемі жей бергеннен кейін ол асқазанға да басқаға да. Сонымен айта кететін нәрсе, мороженый деген бар ғой, мороженый. Адамның организмі жалпы плюс-минус өзі 40 градустан аспайды. Біз негізі жаңағы ең жоғары болғанда жаңағы бір 60 градусқа дейінгі жаңағы 60 градус айналасындағы жылы суды ішуіміз керек. Таңертең аш қарында жаңағы аш қарынымызға жоқ дегенде жаңағы 200 миллиграмм, яғни бір стакан жаңағы жылы су ішіп үйренуіміз керек. Домашний температура деп біреулер жаңағы қыста да жаңағы салқын суды ішіп жатады. Домашний температура бол үйдің ішінде тұрған күннің өзінде де ол болмайды, ол жарамайды. Түсінікті ғой, ол жарамайды. Сондықтан біз жаңағы плюс-минус 60 градус айналасындағы суды ішуіміз керек. Жылы, кәдімгі. Онан кейін жаңа мороженийді айттық. Морожений дегеніміз өте суық ол. Морозниктің ішінде тұр жаңағы ол кәдімгідей да. Мұздай. Сен оны аузыңа саласың да жаңағы жеп аласың оны. Тісіңнен өткізіп отырсаң, тісіңді қақсатып жібереді ғой. Міне от асқазанға барғаннан кейін жаңағы плюс-минус ағзаның ішкі жаңағы температурасын бұзады. Қалыпты жаңағы состояниені ол бұзғаннан кейін, яғни суық нәрсе келіп отырған асқазанда тітіркену пайда болады. Көрдіңіз бе? Сөйтіп ол бара-бара жаңағы асқазанда жаңағы суық бар деп айтып жатады. Асқазан әлсіз дейді. Ол бара-бара жара болады. Сөйтіп кетеді. Енді міне бауырдың өзі де осыған қатысады. Көрдіңіз ба? Бауыр жаңағы көк бауыр асқазан үшеуі бірігіп біздің ас қорыту қызметімізге келеді. Мынау жаңағы қазіргі кезде мысалы балалардың жаңағы даже бойдың өспей қалуының өзі бала күніндегі жаңағы сол ең бастысы жаңағы асқазан мен көк бауырдың қызметінің әлсіздігінен келіп шығып жатады. Көрдіңіз ба? Дәл осы салаға бауыр да қатысады. Өйткені жаңағы салқын нәрсені жеп алдық. Енді біздің денеміздегі айналып тұрған қан да салқындады. Жаңағы жеген мороженийдан баратын жаңағы бауырға баратын қажетті жаңағы заттар ол да салқындайды. Сөйтіп ол бауырға барып бауырдың өзінде суық тудырады. Көрдіңіз ба? Мысалы арақты ішіп алғаннан кейін біреулер артынан жаңағы анау шөмішпенен 1 литр 2 литр мұздай суды ішіп алып жатады ғой міне. Ол бауыр деген қызып тұр бүйтіп жаңағы сіздің машинаңыздың жаңағы моторы сияқты да, былай айтқан кезде. Енді сол қызып тұрған моторға или пештің үстіне жаңағы суды құйып жіберсеңіз не болады былай? Пештің жаңағы плитасы сынып кетуі мүмкін. Машинаның моторына құйсаңыз енді ол вообще да. Оны енді барлығымыз білеміз, айтсақ та айтпасақ та. Сол адамның органы да дәл сол сияқты міне. Көрдіңіз ба? Сонан кейін бауырдың функциясы бұзылғаннан кейін жаңағы токсиндер, шлактар,
уыттар, мысалы майлар даже. Мысалы жаңағы анау қанның жабыспақтығы деп атамыз, қанның қоюласуы, қанның майласуы деп атады. Мысалы да жаңағы көрдіңіздер ме? Осы нәрселердің барлығы біздің нашар тұрмыс әдетімізден пайда болады. Көрдіңіз ба? Қандағы холестериннің жаңағы майласу деген сол жоғарылап кету. Өйткені қаннан жаңағы бауырдан таза қан шықпайды, көрдіңіз ба? Сосын қан тамырларда жаңағы тосылу пайда болады. Ана жер, мына жерінде қалдық пайда болады, мысалы. Ана жерімізде мусорлар пайда болады. Сөйтіп қан тамырдың жаңағы бір жері жіңішке, бір жері жуан, жаңағы анау бір сондай жағдайға түседі да. Сөйтіп ол жаңағы газ деп жатырмыз ғой, келіп жаңағы анау бауыр жаңағы қанды толық жеткізу үшін жаңағы қысымды жібереді, жаңағы айдайды бүйтіп напормен кәдімгі. Сол уақытта жаңа қан тамырларының тосылып тұрған жерлерінде қиын жағдайлар болады, жаңағы лимфа тамырларының жаңағы жарылуы, біреулердің балтыры жарылып кетіп отырады. Жаңағы анау инфаркт деп атамыз, инсульт деп атамыз, мысалы сондай аурулардың барлығы осындай нашар тұрмыс әдетінен келіп шығады. Сондықтан біз бауырды қатты қорғауымыз керек. Өйткені бауыр біздің бүкіл организмімізді қоректендіріп отырған басты орган. Бауыр таза болатын болса, адам бет-алды ауырмайды. Сізге бет-алды тұмауда тимейді, басыңыз да ауырмайды, жаңағы айтып отқандай әлсіреу деген нәрсе де болмайды. Себебі бауыр таза болғаннан кейін ол қайтеді, қалған организмді таза, сапалы қанмен қоректендіріп береді. Көрдіңіз ба? Сондықтан бауырды жаңағы жақсы қорғап, сосын енді қазір қоғам, интернет дамыды, оны ары қарай қалай тазарту керек екендігін барлықтарыңыз білесіздер, оны ежіктеп отыратын емес. Мен сіздерге жаңағы бауырдың нақты қызметін, рөлін түсінсін, жаңағы білсін, қажет адамдар өзінің нашар тұрмыс әдеттерін өзгерсін деп жаңағы айтып отырмын. Сондықтан қымбатты бауырлар, жаңағы мынау қазақ өзі жақсы көрген, жақын көрген адамын бауырым деп айтады. Бұл қазақта бұрыннан бар сөз. Жаңа айттық қой, қандасым, жақыным, туысым деген сияқты да. Көрдіңіз ба? Қазір бауырым деген анау іні деген мағынада қолданып жүрміз. Былай бөліп қарағанда, шын мәнінде ол іні деген сөзді ғана білдірмейді. Общий туысқандық қатынастың негізгі жаңағы концепциясын көрсетеді. Көрдіңіз ба? Сондықтан бауырлар, жаңағы ауырмаңыздар, аман болыңыздар. Анау пайғамбардың да сөзі бар, жаңағы мұсылманның бауыры дейтін. Сондықтан енді бекер қарап отырмай, білген нәрсені аз да болса тірі дауыспенен өзімнің жаңағы осы отырысыммен сіздерге жеткізуді жөн санадым. Ендеше бауырларыңыз аман болсын. Бауырлар аман болған кезде ауылдар аман болады. Ауылдар аман болған кезде ел халқымыз аман болады, әрбір отбасы аман болады. Сондықтан өздеріңіздің өмірлеріңізде нашар тұрмыс әдеттер болып жатса, оларды өзгертіп, бауыр органдарыңызды жаңағы күтіп, баптап, қарай жүріңіздер. Сосын адамның ажарына, ерте қартаюға да жаңағы бауырдың қатысы бар. Бауырдың функциясы болады, бұзылатын болса, адам ерте қартаяды. Көрдіңіз ба? Сондықтан осы жақтарды жаңағы қараңыздар. Өздеріңізді күтіңіздер, әдемі болыңыздар. Ұзақ, сапалы өмір сүруге әдет қалыптастырыңыздар. Сондықтан сіздерге бүгінгі айтатын кеңес осы. Аман, сау болыңыздар. Келесіде ары қарай тағы да денсаулық туралы ақпарат беремін. Айта кетеміз, жаңағы біз соншама біліп, ғалым болып кеткендіктен емес, асып тасығаннан емес. Егер менің айтқан ақпаратымда қандай да бір кемістіктер болса, түзетіп қойыңыздар. Жаңағы менікі мақсат бар білгенді сіздерге жеткізу және бөлісу. Теңіздің тамшысындай болса да, осы қазағымыздың саламатты өмір сүруіне, денсаулығының жақсы болуына атсалысу, үлес қосу. Жаңағы білгеніңмен бөліспесең, білгеніңнен не пайда дейді ғой. Абай айтады, жаңағы өзің үшін өмір сүрсең, өз үшін оттаған хайуаннан не айырмашылығың бар дейді. Сондықтан өзім білдім, өзім ғана жаңағы өстіп берейін деген емес. Білгенді сіздермен бөлісу, білмегенді және сіздерден үйрену. Келесі сағатта бұйырса жүрек туралы сөйлейтін боламыз енді. Жүректің рөлі енді вообще күшті жаңағы, иә? Оны барлықтарыңыз білесіздер. Аман, сау болыңыздар. Рахмет.